Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалім. Бүгін мен сізге қалай тест жасау керектігін және Quizzes платформасын қалай қолдану керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен біз Quizzes сайтын жасаймыз осылай жазып өтсеңіздер. Және де тіркелеміз. Тіркелу платформасын басқаннан кейін бізге әртүрлі жолдарды ұсынады, және де сіздер Google арқылы жалғастыру платформасын таңдайсыздар. Және өз аккаунттарыңызды таңдап аласыздар. Одан кейін бізге Quizzes тест жасайтын бетті ашып беретін болады. Енді ашылды. Осылай сіздерге бет ашылады. Енді мектебіңіздің атын жазу керек мына жерге. Мектеп жазғаннан кейін сіздер өзіңізге қажетті пән таңдайсыздар. Мысалға география, физика, химия, математика деп таңдай берейін. Грейд бізде сыныптар, яғни 9-11 деп айта салайын. Енді бұл сауалнама. Осылай тіркеліп аласыздар алдымен. Міне бізге Quizzes арнайы бет дайындап жатыр. Қазір сіздің пәніңізге байланысты, сыныбыңызға байланысты керекті тесттерді құрастыратын болады. Енді бұл жерде міне біз үшін деп тұр мына жерде. Яғни сіздің таңдаған тақырыптарыңыз және пәніңізге байланысты осындай дайын сұрақтар, дайын шаблондарды ұсынатын болады. Ары қарай мына жерде оценки бізде бағалардың тұратын жері, яғни сіздердің оқушыларыңыз тапсырған тапсырмалардың нәтижелері және бағалары осы жерге жинақталып отырады. Ары қарай сіздің сабақтарыңыз мына жерде бірден сабақ жасасаңыз болады, және де интерактивті тапсырмалар көрсетсеңіз болады. Енді бүгін біз бір тест жасап көрейік. Енді бүгін айтады. Флеш-карт жасасақ болады, және интерактивті видео жасауға болады. Оценка, яғни тест құрастыруға болады. Енді көрейік. 0-ден жасайық, 0-ден бастайық. Осы түрі кеңінен қолданылуда, сондықтан осы түрін қарастырайық бүгін. Енді мына жерге Абылай Құнанбаевтың туылған жылы деп сұрақ қояйын. Бізде дұрыс жауап 1845 жыл, және де 1830 жыл деп алайық, және де 1900 жыл деп қарастырайық, және 1805 жыл деп. Осылай аламыз, және де бізде дұрыс жауапты белгілеуіміз керек. Яғни бұл жерде 1845 жылы бізде Абылай Құнанбаевтың туған жылы болып саналады. Енді мына жерде бірнеше дұрыс жауапты белгілеуге де болады бұл жерге. Енді бұл жерде бізде бір ғана дұрыс жауабы бар, сондықтан осы нұсқаны таңдаймыз. Енді сұрақты сақтаймыз. Сұрақты сақтағаннан кейін сіздерге осындай сұрақтардың бөлімдері, сұрақтардың кітапханасы шығады. Осы жерде сіздердің сұрақтарыңыз жиналып отырады. Енді мына жерде жасанды интеллект бөліміне өтсеңіздер де болады. Жасанды интеллект арқылы сіздер сұрақтарыңызды ары қарай түрлендірсеңіздер болады, болмаса Google формадан және де Excel таблицадан алсаңыздар болады. Енді бұл жерде сұрақты қайта дұрыстауға болады және жөндеуге болады. Енді мына жерге жасанды интеллекттің жалпы сұрақтарын қолданылады. Енді мына жерде алдын ала көрілу батырмасын бассаңыздар, мысалға мен мынаны белгілей өтейін. Мына жерде дұрыс жауабын көрсет деп бастым. Енді қате жауап. Яғни бұл жерде енді дұрыс көрінуі керек. Осылай сұрақтарыңызды қоса бересіздер. Енді мына жерде жасанды интеллект.
Бұл жерде енді баптаулар публиковать. Енді бұл сұрақтың жауабын жазуымыз керек, атауын жазуымыз керек. Тарих деп жазайық. История тұрған жерде оценка. Точка істеп алайық. Қазақ тілін таңдап аламыз. Публиковать. Жарияланды бізде сұрақтарымыз. Енді бізге дайын болған сұрақты қазір көрсететін болады. Көрсеткеннен кейін біз мысалға қазір бастау батырмасын басайық. Бізде классикалық режимде бастасақ түсінікті болады, себебі бұл көптеген мұғалімдер қолданып жүрген саланың бірі болып табылады. Енді бұл жерде сіздер оқушыларыңызға осы сайтқа кіруді ұсынасыздар, бұйырасыздар, одан кейін сіздер осы кодты жазғаннан кейін сіздерде бастай берсеңіздер болады. Енді бұл жерде бізде қатысушылар санын күтіп отыр, сондықтан да бұл жерде мен жалғыз болғандықтан аяқтай беремін. Мына жерде темасын өзгертсеңіздер де болады. Ең бастысы бұл жерде сұрақтарыңыз дайын болса болғаны. Ең бастысы мына жерге оқушыларыңызға осы сайтқа кіруді тапсырасыздар, және де осы кодты жазу керек. Содан кейін автомат түрде осы сұрақтар бөліміне өтетін болады. Және де сіз содан кейін бір қатысушы, ең аз дегенде бір қатысушы қосылғаннан кейін бастау батырмасын басып және де аяқтайсыз. Содан кейін сізге статистиканы көрсететін болады. Арнаға тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта сіздерге осы тесттің қалай жұмыс жасайтын және іске асыру керектігін түсіндіретін боламын.